Құрметті ханымдар, мастер-классымыздың ең әдемі бұйымына да жеттік, құдай қаласа. Камераны тартып аламын. Осындай бабочка жабуымызды жасайтын боламыз. Осындай галстук. Бұл тек қана желмен жасалынады, горячкамен бұрын бүкіл элементтерін қолмен тізетімін. Бірақ ол тігістен тасы бір жерге бәрібір қисайып кетеді. Сосын рапсовый лента деп аталады лентамыз. Клей өте жақсы жабысады екен, сондықтан да қазір тек қана клей пайдаланып жүрмін. Лентамыздың аты рапсовая лента. Ширинасы 2,5 сантиметрлік аласыздар. Тура осындай орнамент осы жаңағы бабочкамызға да жарай береді. Сосын осы жабу галстугымызға да жарай береді осындай. Ортасына осындай тас аласыздар. Любой фурнитура ұстайтын жерде болады бұндай тастар. Негізі оптом алсаңыздар жақсы, потому что бір классқа 10-15 штуктан заказ береді. Сондықтан да көбірек алып қойсаңыздар тиімді. Сонымен бастасақ, рапсовый лентадан осындай ленталар қиып аламыз. Міне, андай көк лентадан 4 штук керек, андай оюлы лентадан 2 штук керек. Мына размерлерді скринде бассаңыз болады. 25 сантиметрлік көк лента керек, содан кейін 23 сантиметрден 2 оюлы лентамыз керек. Сосын андай көк лентадан 24, 21, 18 сантиметрлік размерде 3 лентамыз керек. Сосын осындай булавкамыз керек. Бұрышқа қадайтын булавка сияқты булавка. Сосын осындай тасымыз керек. Кеттік, бастадық. Айтатын және ыстық клей керек. Кеттік, клейм қызғанша. Осылай әр лентаның ортасынан осылай бір бүктеп аламыз. Тура ортасынан бір бүктейміз. Заранее мына жерлерін зажигалкамен отпен ашпай етіп алсаңыздар болады, секілмес үшін. Бірақ мен қазір ыстық клейге отыртатын болғасын, оны жасамадым. Бірінші мынауымыз мына жерінде тұратын лентамызды жапсырып аламыз. Ортасына бір тамшы ғана клейді столдың үстіне қойып жұмыс істесеңіздер ыңғайлы. Клейм қызбаған сияқты мәлім. Қыздар, мен мастер-классымды сатып алып, сақтап отырмаңыздар. Бірге жасаңыздар, басқа түстер пайдаланыңыздар, басқа дизайндар ойластырыңыздар. Мысалы, мынау менің өзімнің ойымнан шыққан заттым, сіздер де осындай жасай аласыздар. Дамытыңыздар. Көбінесе біздің қазақ қыздарымыз Инстаграм желісіне не істейді екен, немқұрайлы қарайды екен. Инстаграмдарыңызды дамытып, мысалы, қазір көптеген курстар, даже тегін курстар көп ютубтан. Әдемі суретке салып, күнде стористеріңізді, парақшаларыңызды жүргізіп, бренд қалыптастыру деген шығып отыр қазір. Бір кішкентай табыспен шектеліп қалмаңыздар. Сәл дайындап алдық. Арасына мотивация айтып қойын сіздерге. Алған білімдеріңізді пайдаланыңыздар. Көбінесе мастер-класстарды біз көп сатып аламыз, олар жатады жылдап. Алған мастер-класс қой деп бір күннен түсіріп, қарамай, жасамай жүрмеңіздер. Бұл мен мысалға өзім табыс тауып осыдан көргесін сіздерге жаным ашып айтып отқанымыздар. Кешеде біз мысалға 16 желтоқсанға қаншама осындай көп заказ алдық. Күндіз түні жасадық, жолдасымыз екеуміз отырып. Неге қазақ қыздар сатып неге осындай табысқа шықпасқа деген ой. Менің видеомда бір минут күтіңіздер. Осындай. Және мына жерге бір тамшы клейімізді тамсамыз. Көп клей шоқтып жақпаңыздар. Және жан-жақтардың бәріне клей ағады, неақуратно болып көрінеді сосын. Осылай детальдарымыздың бәрін дайындап алдық, дайын. Енді бәрін бір түрге кірісеміз. Ең оңдымен мына екі детальді қосамыз бір-біріне. Жанамаларыңызды OLX-ке салсаңыздар да болады, WhatsApp статустарына салсаңыздар да болады. Басқа түстер, басқа тастар пайдалансаңыздар да болады қыздар. Алтын күзге мысалға сарғыш түсті жаңа жылға әртүрлі мерекеге жасасаңыздар болады. 9 майға, 21 майға. Мысалға бұл нишаға көп оборудование керек емес, көп қымбат материал да керек емес, бәрі өте қолжетімді қыздар. Клиентті бітейін деп
Салаттың ортасынан бәрін бір-біріне қосып жеміз. Қосырамыз, текке болмаңыздар. Мына жерге тамшы клей тамызып. Мынаны былай дәл ортасына осылай бекітеміз. Мына жағында клейді жағамыз. Сосын мына кружкамызды осылай отырғызамыз. Şimdi mына жағында кәдімгідей молда қылып клей жағыңыздар қыздар. Себебі тас ұсталынбай қалады. Молда қылып клейімізді жағамыз. Камера көрініп тұрмас сізге. Соған осылай ортасына әдемілеп тасымызды орнатамыз. Өте оңай, жылдам, тез. Даже машинка керек емес екен бұл бұйымды жасауға. Осылай бір уақыт басып тұрамыз. Өзі клей ұстап қалады. Şimdi осындай әдемі бантик болып шығады қыздар, қараңыздар қандай керемет. Сіздер де осылай жасай аласыздар. Мен осыған сенемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де өздеріңізді дамытыңыздар деп айтқым келіп құр қарап қоймай, міндетті түрде жасап, өздеріңіз балдарыңызға жасаңыздар. Және де міндетті түрде сатуға шығарыңыздар. Сәттілік қыздар, рахмет мені көргендеріңізге.